Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, тың деректер мен қызықты ақпараттар. Ғаламатта Арай Райспен. Әйгілі картиналар, суретшілердің құпиялары мен бізге қалдырған таңбалар. Осы шығарылымда сол таңбалар мен картиналардың құпиясын ашамыз. Доминика Герландайо. Суретшінің аты жөні сізге түк айтпауы мүмкін. Алайда оның Мадонна картинасын барлығымызға белгілі. Ғалымдар оны зерттеп, Мадоннаның жоғарғы жағында бір бейнені табады. Ол кейбіреулердің пайымдауынша НЛО секілді. Кейбіреулердің болжамы бойынша жай ғана жарық жұлдыз немесе суретшінің қалдырған бізге таңбасы делінеді. Ван Гогтың «Ночная терраса» кафесі әйгілі картинасы Леонардо да Винчидің «Тайная вечеря» картинасында көшірме ретінде берілген деп айтылады. Онда кафеде отырған 12 келуші дәл сол Леонардо да Винчидің картинасындағы 12 апостолмен салыстырылады. Ал ортасындағы тұрған Христос ретінде бейнеленген бейне дәл сол кафенің артқы жағындағы ақ бейнедегі адам. Және кафенің ар жағындағы терезеден крест бейнесін көруге болады. Суретші түнді бейнелеу үшін фиолетовый және көк түстерді бір-біріне үйлестіре отыра қара түсті қолданбай-ақ керемет түннің бейнесін бейнелеген. Леонардо да Винчидің «Тайная вечеря» картинасына тоқтамасқа болмайды. Бұл картинаның құпиясымен әлі күнге дейін ашылмаған сырлары көп. Ғалымдар әлі күнге дейін зерттеп жатыр. Бірақ жақында мынандай жаңалық ашылды. Бір музыкант, зерттеуші Леонардо да Винчидің 12 апостол мен Христостың отырған бейнесіндегі қолдары арқылы нотный стан сызып, сол қолдың орналасуы арқылы ноталарды орналастырған. Және сол ноталардан керемет туынды әуен ойнап шыққан. Бірақ бұл ақпаратқа көбісі күмәнмен қарағандықтан, ол ақпарат шындыққа жанаспайды деседі. Бірақ Леонардо да Винчи негізінен музыкалық білімі бар художник болған, сондықтан да бұл дәл сол ақпаратқа кішкене сәйкес келуі мүмкін. Туындыдағы екінші ақпаратқа сүйенетін болсақ, 12 апостолдың ішіндегі апостол Янның орнына әйел бейнесін, яғни Мария Магдаленаны бейнелеген деген ақпарат бар. Алайда ғалымдар бұл ақпаратқа әлі күнге дейін күмәнмен қарайды. Демек, расталмады деген сөз. Тағы да Леонардо да Винчидің керемет картиналарының құпиялары. Оның әлемге әйгілі әйел стилінің образының сұлулықтың бейнесін белгілейтін картинасы ол Мона Лиза. Мона Лизаның көптеген ашылмаған құпиялары бар, десек те бірнеше құпиясын ашып қарауға тырысқан. Күлімсіреген Жаконданың көзінен лупамен қараған кезде ЛВ бір көзінен иероглифті байқайсыз. Ғалымдардың пайымдауынша ол Леонардо да Винчидің яғни өзінің аты мен фамилиясының бас әріптері болса, екінші көзінде дәл солай өте ұсақ иероглиф немесе басқа бір жазба іспеттес көрінбейтін деформацияға ұшыраған таңба бар. Оны әлі күнге дейін анықтамады. Және сол картинаның бірінде 72 сан бар. Енді ЛВ түсінікті, ал 72 қандай мағынаны білдіреді, оны әлі күнге дейін аша алмады ғалымдар. Тағы да қызық жайт, Леонардо да Винчидің сол Мона Лиза картинасында пейзаж бейнеленген. Пейзаж ол перспектива болғаннан кейін, компоновка болғаннан кейін барлық жерде тең түседі. Алайда дәл осы картинасында пейзаждың оң жағы мен сол жағы бірдей емес. Яғни бір жағы үлкен, екінші жағы кеңістіктен төмен түсіп кеткен. Ғалымдардың пайымдауынша, Леонардо да Винчи сол кезде картина ол стоп кадрмен берілетін туынды емес, ол құдды бір сол кездегі динамикамен, сол кездегі пейзаждың табиғаттың ерекшелігін беру керек деп атаған. Сондықтан да ол осы картинасында табиғаттың екі түрлі болуын динамикалық түрде жүріп жатқанын көрсеткісі келген. Бұл картиналардың құпиясы, беймәлім сырлары, ашылмаған кодтар, әлі де ғалымдармен шешілмеген құпиялар. Егер сіз суретші болсаңыз, дәл осындай құпиямен автопортрет қалдыра аласыз. Ал мен сізге үнемі осындай қызықты ақпарат беремін. Арай Райс, ерекше арнадағы ерекше ақпарат.